Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге шексіз почтаны қалай ашуға болады, уақытша почтаны қалай ашамыз үйрететін боламын. Бұл уақытша почталар бізге не үшін керек? Мысалы, сіздер аватарды сөйлететін платформаға тіркелдіңіз, иә? Бір почтаңызбен тіркелдіңіз, ондағы лимитіңіз бітті. Екінші почтамен тіркелдіңіз, ондағы лимитіңіз бітті. Болды, сізде почтаңыз, аккаунтыңыз жоқ басқа. Енді не істейміз, лимитті қалай ұзартамыз деген жағдайда осы шексіз почталарды қолдануға болады. Видео қызықты болса соңына дейін көріңіздер, қалай қолданатынын, қалай пайдалану туралы үйрететін боламын. Бұл үшін браузердің іздеу жолағына temp-mail деп жазамыз, яғни уақытша почта. Enter батырмасын басамыз. Міне іздеу жолағына шыққан бірінші жолақты таңдайсыздар. Бұл жерде міне сізге почтаны құрып береді, уақытша почтаны. Осымен кез келген приложениеде тіркеліп, лимитіңізді ұзарта аласыз. Міне загрузка жүруде. Міне сіздің тіркелетін почтаңыздың атауы. Яғни сіздер приложениеден подтверждение жіберілген кезде сіздерге хат мына жерге келіп тұрады, входящий болып. Осы жерден подтверждать етесіз. Сіз кез келген приложениеге тіркеліп, мысалы гаммада болсын, немесе аватарды сөйлететін программа болсын, немесе басқа приложениелер, яғни почтамен тіркелетін барлық приложениелерге осы уақытша почталармен тіркеліп, лимитті ұзартуға болады. Пайдаларыңызға жарасын, сабақтарыңызға сәттілік.